бір семьяда Алла тағала байлықты, ризық несібені бір адамға береді. Ол солай, бір адам бір семьядан бай болады. Сол адамға барлығы байланысты. Егер де сол адам тапқан табысын туғанымен бөлісіп, соларды жарылқап, соларға көмектессе, Алла одан сайын бере береді екен. Періштелер айтады екен, импақ беруші Алла, мына пендеңнің ризық несібесін көбейтші, банағыдай шашып, жан-жағын жарылқап өмір сүріп жатыр деп, тағы берші деп. Ал мына жадный адамдар бар ғой, тек мен дейтін, соларға періштелер айтады екен Аллаға, мына пендеңе ештеңе бермей ақ қой, қанатының астына тығып жеп отыр деп. Сондықтан бір семьяда бір адамға береді байлықты. Ол адам жан-жағына шашып жеу керек та. Сонда одан сайын келе береді.